Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Келесі аптада Алматыда ауа райы қандай болады? Синоптиктердің бір аптаға 26 маусым мен 2 шілдеге арналған болжамы жарияланды, деп хабарлайды Массагет КЗ тілшісі Алматы телеарнасына сілтеме жасап. Синоптиктер болжамы: дүйсенбі 26 маусым жартылай бұлтты, күндіз +29, түнде +23. Сейсенбі 27 маусым жаңбыр, күндіз +31, түнде +21. Сәрсенбі 28 маусым жаңбыр, күндіз +27, түнде +20 градус. Бейсенбі 29 маусым көшпелі бұлтты, күндіз +28, түнде +22 градус. Жұма 30 маусым күн ашық, күн +32, түнде +24 градус. Сенбі 1 шілде жартылай бұлтты, күн +32, түнде +24 градус. Жексенбі 2 шілде күн ашық, күндіз +31, түнде +22 градус. Жаңалықтардың бәрінен бұрын біліп отырғыңыз келсе, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.